Ал құрметті студенттер, құрметті әріптестер, бүгін біз осы Құсайынов атындағы Евразия гуманитарлық институтының 30 жылдығының аясында белгілі ғалымдарды, белгілі осы Қазақстанға белгілі тұлғаларды шақырып осы жерге жеткізіп сіздермен кездесу өткізіп, бізге қазір дәстүрге айналып отыр. Бүгін бізде қонақта белгілі әдебиетші, ғалым, Алаш мұрасының үлкен зерттеушісі, оның ішінде Нақжан Жұмабаевтың творчествосынан, осының еңбектерімен ғылыми еңбек жазған, диссертация қорғаған, сонымен бірге қазақ тілінің үлкен жанашыры, қазақ тілінің мемлекеттік болып дамуына, оны солай орнығуына үлкен қызмет етіп жүрген біздің әріптесіміз Ербол Ергенбекұлы келіп отыр. Ербол Ергенбекұлы осы кезінде үлкен Қазақстанның бірінші университеті болған Абай атындағы қазіргі ұлттық педагогикалық университет бар. Сол жалпымен Қазақ университеті болып құрылған 1927 жылы Ташкенттен көшіп әкеліп. Сол оқу орнын бітіріп, осы қазіргі Евразия ұлттық университетінде қызмет етіп жүргендердің ең біріншісі болып, осы 1992 жылы Амангелді Құсайынұлы сол Целиноград педагогикалық институтын басқарып тұрған кезде жас маман ретінде келген болады. Сонымен бірге ары қарай Евразия ұлттық университетінің сол іргесін қалаушылардың бірі. Алғашқы сол қазақ тілі әдебиеті мамандығының білікті ұстазы болды, бірге қызмет еттік. Одан кейінгі сол жерде деканның орынбасары болды. Одан кейін осы қазақ тілі орталығының, Шайхметов атындағы орталығының директоры болды. Астананың тіл басқармасының басшысы болды. Қазір біздің осы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінде тіл комитетінің төрағасы. Сондықтан бүгін біздің арамызға келіп отыр. Күнде көре бермейсіздер. Қош келдіңіздер деп бір ал ереке бұл жерде отырған біздің студенттеріміз қазақ тілі әдебиеті мамандығының, тарих мамандығының, педагогика мамандығының студенттері, сонымен бірге ұстаздар отырған. Сол енді бір академиялық 45-50 минуттың төңірегінде өз ойыңызды әңгімелеп берсеңіз. Ернияз деген бауырымыз ол кісі ерекенің орынбасары. Армысыздар, құрметті ұстаздар, құрметті шәкірттер. Ең алдымен шақырған институттың ұжымына Қадыр ағама көп рахмет. Ағамызбен бұрыннан бері әріптес ретінде, аға ретінде біз араласпыз. Соған бүгін арнайы шақырып отыр. Маған бұл оқу орнының орны үлкен. Өйткені Евразия университетінде істеп жүрдік. Осы оқу орны ашылды. Оның басында Амангелді Құсайынов тұр. Жаңа Қадыр аға сөзінде айтты. Сол бізде осы Целиноград педагогикалық сол бізге Целиноград педагогикасына шақырған сол азамат Амангелді Құсайынов болатын. Сол кісімен де біраз жұмыс істедік. Қадыр ағалар келді. Қангелді ағалар бар. Қаншама азаматтар ағаларымыз, академик Рымғали Нұрғали, академик Сейіт Қасқабасов, кеше Ақселеу ағаларымыз, Қойшығар ағаларымыз, біраз азаматтармен ағаларымызбен істедік, тәлім алдық, тәрбие алдық. Көп нәрсені қамтып, өңдеп. Ол кезде 90 жылдар ұлттық мұраға, ұлттық құндылықтарға деген құлшыныс өте күшті, тәуелсіздік алған кез, қазақтың тәуелсіздікке сағынып еткен тәуелсіздігі, сол бетпен жүрдік. Алаш мұрасына кірдік, жаңа аға айтқандай Мағжан мұрасына бардық. Бүгінгі тақырыбым мен алаш қозғалысы жөнінде сіздерге әңгімелеп айтып берейін. 45 минуттың шамасында сұрақтарыңызды өзі қойып отырсыздар. Қазір көп мәселеде мен алаштанушылардың өзі көп фактілерді не біліңкіремейді, не бұрмалап айтатын болды. Қазір алаштанушылардың қатары көбейді, әсіресе жастар көбейді. Елдос Тоқтарбай бастаған қыр баласы қоғамдық қоры бар.
Сонда ең кішісі сол мектеп оқушыларынан бастап көріп сол елдостар қатарында 30-35 жасар қыз жігіттер қазір алаш мұрасын зерттеп жүр. Мектеп оқушыларының деп айтып отқанымда мысалы мен Қарқаралыға бардым, алашқа байланысты. Сонда Ерінбұлақтан ар жағынан 80-90 шақырым мектептің оқушылары соған келді. 10-11 сыныптың оқушылары мақала жазып жүрген өздері естіп, сол 3-4 қалым бардық, Сағынбай Жұмағұлов, Қайырбек Кемеңгер, Айтбай Жұмағұлов деген азаматтар сонда солар келіп алаш мұрасына қызығушылық танытып жатыр. Бұл да қуантарлық жағдай. Өйткені біз алаш мұрасымен табысқан сайын біз қазақ боламыз, табысқан сайын ұлт боламыз. Оның себептерін айтамын неге екендігін. Заман орнында тұрмайды, заман дамып жатыр, жаһанданудың заманы. Адам бүгінмен де ертеңгі күнмен де өмір сүру керек. Бірақ біз тарихымызға да қарайлап сонымен сап жүруіміз керек. Өйткені алаштың мұрасында мәңгі қазақпен жасайтын қондықтар өте көп. Алаш ту ғана емес, алаш біздің өсіп өнетін топырағымыз. Біз ту өтіп декларативті түрде ұран түрінде айтып ол да керек шығар, бірақ біздің сол тұғырнамамыз болу керек. Алаш қозғалысының басталғаны жөнінде әртүрлі пікірлер айтылады. Кейбіреулер 1917 жылмен байланыстырады, кейбіреулер қазақ газеті шыққан 13 жылмен байланыстырады, кейбіреулер оны 1919 жылмен бірінші, екінші алып қазақ сезіммен байланыстырады. Шындығында алаш қозғалысы 1905 жылы 26 маусымда Қарқаралыда 12.767 адам қол қойған құзырхаттан басылады. Кейбір деректерде 14.500 деп айтылады. Ол Әлихан Бөкейханның мақаласынан кеткен дерек, нақты құжатта 12.767 адам қол қойған. Енді сол 12.767 адамға көз жүгіртіңіз. Қазір бүгін Астана қаласында тілге байланысты, басқа бір ұлттық мәселеге байланысты қол қойылатын болса, 1000 адамға ма, 2000 адамға қол қойғызу оңай емес. Сол кезде Қарқаралы қаласында тұрғыны 1000 адам, 12.767 адам қол қойды. Бұл үлкен дайындық, үлкен зиялылардың дайындығы. Қаншама жерге, өңір-өңірге, мына жақ Семей, мына жақ Ақмола, мына жақ Кереку, Павлодар, одан былай қарай Аягөз, Шыңғыс болысы, соғанға дейін адамдардан қол жинаған. Сол заманда, техника жоқ заманда, бүгінгідей ақпарат құралдары жоқ заманда 12.767 адамның қол қойған ішінде таң қалдырады. Бұл үлкен жетістік. Қазір бір нәрсеге тілге байланысты қол қойған десе, қазір Астанадан 1000 адамға қол қойғызуға қаншама уақыт керек, қаншама жүгін тұрғызуы мүмкін. Оларға түсіндіруім керек. Ал сол заманда халықтың көбісі оқымаған, қарап отырсаңыз, сол заманның өзінде бұл алаш зиялыларының үлкен дайындықпен келгенін байқадық. Олардың басында, құзырхаттың басында әрине Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан тұрды. Әлихан Бөкейханды бәріңіз білесіздер, алаштың көсемі, Махамадқа Ганди, Үндістан үшін, Боливия үшін Боливар, Германия үшін Бисмарк, Франция үшін Наполеон қандай ұлттық көшбасшы болса, Әлихан да тура сондай көшбасшы. Ол шынында да оның істеген еңбегі, оның оқысын оқу керек, өмірбаянын білу керек. Адам сенбейтін нәрселер, сол заманда бір адамның қолынан келмейтін нәрселер, соншама қажыр қайрат адамға, соншама білім, ең бастысы сонша ұлтына деген махаббат, соған таң қаласыздар. Бүгін ұлтқа деген сондай махаббат бар ма, жоқ па, ол сұрақ. Егер ондай махаббат болса, бүкіл қазақ қазақша сөйлейтін еді. Яғни ұлтқа деген махаббат бізде жетіспейді, оны айтуымыз керек. Біз олардан жақсы өмірде тұрамыз, жақсы киінеміз, жақсы тамақтар ішеміз, жақсы жерде оқимыз, бірақ біздің ұлтқа деген ынтамыз, махаббатымызды олардан салыстырып айтуға болмайды. Сондықтан да мен жаңа алаш бізге құндылықты себебін біз солар үйренуіміз керек. Ұлтқа қызмет етудің, ұлттың адамдық абыройын, ұлттың халық ретіндегі абыройын, оны ұлт ретіндегі абыройын, ешкімнен кем емес екенін, кіммен болса да тең екендігін танытқан тұлғалар. Бүкіл халық өзін танытамайды, халық тұлғалар арқылы өзін танытады. Сондықтан да сондай тұлғаларды тарих өзі Алла Тағала сондайларды береді. Сондай бізге берген тұлғалар Әлихан Бөкейхан. Сол кезде Қарқаралыда Ахмет Байсұлы болды. Ол Қарқаралыда неге Қарқаралыда болды? Неге Шуда болмады? Неге Атырауда болмады? Мысалға, неге Ақтөбеде болмады? Неге Алматыда болмады? Неге Қарқаралыда болды? Себебі тағдырдың сол жазуымен
Қарқаралыда Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынұлы бас қосты. Оған Міржақып Дулатов қосылды. Ахмет Байтұрсынұлы ол кезде Қарқаралыда жұмыс істейтін. 1902 жылдан бастап Ахмет Байтұрсынұлы Қарқаралының тұрғыны болды. Сонда мектептің меңгерушісі болып жұмыс істеді. Әлихан Бөкейхан Ақтоғайдың тумасы, Ақтоғай мен Қарқаралының арасы тиіп тұр. Ақтоғайдан шыққандардың көбісі Қарқаралыда оқыған. Мысалы Әлімхан Ермеков кейін қосылатын. Әлімхан Ермековке келеміз кәсіпкерлігінің барысында. Сөйтіп Қарқаралыда оған 6-шы Әлжанов қосылды. Қазір әділетсіз түрде 6-шы Әлжанов есім аталмайды. Ол үлкен қайраткер, Үржардың қазағы. Үржарды бәріңіз білесіздер. Қазіргі Абай облысы сол 6-шы Әлжановтар бастап жаңағы соншама адамға қол қойдырып, министрлік кеңестің төрағасы болған Витте кейбір ағаштарды қайырып патшаға жолданған, ол патшаға жолданбаған. Ресейдің министрлік кеңесінің төрағасы Виттеге жолданған. Ол хат барған, ол хат қабылдаған, кейін кім шара қолданған, кімдер ұйымдастырды, оны қалай ұйымдастырды деген сондай үлкен мәселе көтерілген болатын. Осы құзыр хаттан кейін бар Қазақстанның түкпір-түкпірінде құзыр хаттар көбейді. Лепсі қазақтарының құзыр хаты, Торғай қазақтарының құзыр хаты, Керей руының құзыр хаты сондайда хат болды. Орал қазақтарының, Жетісу қазақтарының құзыр хаты, Әулиеата қазақтарының құзыр хаты, Перовский, Қызылорда қазақтарының құзыр хаты, яғни әр жерден құзыр хаттар көбейді. Яғни халық тұңғыш рет қазақтың тарихында өзінің құқын, өзінің теңдігін, өзінің бостандығын қағаз жүзінде даулайтын, қағаз жүзінде сұрайтын заманға келді. Оғанға дейін Кенесарыны алсаңыз, Жанғожаны алсаңыз, Махамбетті алсаңыз, қай көтерілістердің бәрінде ол кезде қағаз жүзінде емес, қарудың күшімен алмақ болды. Бірақ ондай үлкен империяны жеңу мүмкін емес. Оны оқығанда сезінді. Енді саяси жолмен, білім жолымен, интеллектуал жолмен азаттыққа жету керек екенін түсінді. Сондықтан бұлар қазақтың тарихындағы интеллектуалдық дәуірді бастаған, үлкен мәдени дәуірді бастаған қозғалыс. Алаш тек қана саяси қарулы көтеріліс емес, үлкен интеллектуалдық көзқарас қозғалыс, үлкен мәдени қозғалыс. Сол қозғалыстың басында жаңа айтылған тұлғалар болды. Онан кейін 1905 жылы желтоқсан айында, жылдың аяғында Орал қаласында Қазақ конституциялық партиясын, Қазақ конституциялық демократиялық партиясын құру жөнінде съезд болды. Оған Әлихан Бөкейхан бар Оралға, студент Халел Досмұхамедұлы келді, Бақтыри Құлманов деген аталарың болған, үлкен Анараудан шыққан үлкен қайраткер, кейін Әлихан мен Алашорда төрағалығына сайлауға түскен кісі, қазақтың тұңғыш ғылым кандидаты, 1884 жылы ғылым кандидаты атанылған. Тұңғыш ғылым кандидаты Бақтыри Құлманов 1884 жылы заң саласы бойынша төренің тұқымы, үлкен ақсақал, Алаштың ақсақалы. Кейін Алашорданың бірінші съезге қатысты, екінші съезде сол съездің төрағасы болды. Алашорда құрылатын съездің төрағасына хаттамаға төраға ретінде Бақтыри Құлманов қол қойды. Орынбасар Ахмет Байтұрсынұлы, ол кезде серік деп айтады, хатшы деген мағынада. Бұдан кейін бар 5 жылдан бастап қазақ зиялылар ұйыса бастады. Әр жерде әңгіме көтеріле бастады. 1911 жылы Ұзынағашта съезд болды. Болыстардың съезі болды Ұзынағашта. Онда да осы мәселе көтерілді. Онда да осы арқа қазақтармен бірігу мәселесі, соларға шығу мәселесі көтерілді. Яғни 20 ғасырдың басында қазақ білім жолымен өзінің тұтас ұлт екенін сезіне бастады. Бұл тарихты сезінді кезеңі болды. Ұмытпаңыздар, бір ұлттың өзі тарихты қатты сезіну дәуірі болады. Мысалға, біз тәуелсіздік алғанда сол тарихты сезіну дәуірі болды. Қарап отырсаңыз. Бүгін біз әлемдік ақпараттармен, соны сезінумен, Украина не болып жатыр, Трамп не деп жатыр деген сияқты ақпараттық сезіну дәуірінде тұрмыз қазір. Ол кезде тарихи сезіну дәуірінде болды. Қарап отырсаңыз. Абайдың кезінде ондай тарихи сезіну ондай болған жоқ. Өйткені отаршылдық болысқа, өзге облысқа бөлініп тастаған жеке-жеке билеп алды, бөліп алды, билейбе деген саясатпен әрқайсысы қазақтардың бас қосады. Мысалы, бір заманда тұрған Ыбырай Алтынсарин мен Абай келіскен жоқ, бір-бірін білген жоқ. Мысалы, бір заманда тұрған бір арқаның қазағы, біреу Семейдегі, біреу Торғайдың қазағы. Қарап отырсаңыздар, бір замандағы адамдар. Ал Абайдан кейін Абай 4 жыл қайтыс болды. Абайдан кейін бар, бір жылдан кейін бар, бүкіл мына жағы айттым, Қарқаралы, мына жағы Ұзынағаш, Алматы облысы, мына жағы Орал, сондай сезімді зиялылар жиналды. Енді бір-бірін біле бастады. Кеше Ыбырай сияқты, Абай сияқты үлкен тұлғалардың өзі бір-бірін білмесе, 20 ғасырдың басында олар білмек түгіл саса бастады. Ортақ ұлттық мүдде жолында бас қосу екен бұлар терең түсінді.
және сондай өздері әрқайсысы азаматтық қайраткерлік перзенттік жауапкершілік алды. Бұл тарих артынан жауапкершілік қарап отырсаңыздар. Бүгін мемлекеттік тілде сөйлеудің өзі ол жауапкершілік. Мемлекетте сөйлеу тілді білмейді. Азаматтық ұлтқа деген жауапкершілігін көрсетеді. Азаматтық ұлтқа деген қатынасын көрсетеді. Қазақ орысша сөйлеп жүрсе, оның қатынасы сондай. Қазаққа деген қатынасы сондай. Мен қазақша білмесем, мен қазақ жақсы көремін, мен қазақша бәрін білемін деген мәлі бос сөз. Қазақ өзінің елінде тұрып, қазақша білмеу нонсенс. Ол парадокс. Ол тіпті ұят. Біз оған көзіміз үйреніп кетті. Күнде мыңдаған қазақты көреміз, оған біз ешқандай ойланбаймыз. Ал шынында елестетіп көріп, Өзбекстанда тұратын өзбек тілін білмейді. Ондай болмайды. Ондай болу мүмкін емес. Ресейде тұрған орыс өзінің тілін білмейді. Болу мүмкін ба? Мүмкін емес. Францияда тұратын француз өзінің тілін білмеуі мүмкін ба? Мүмкін емес. А Қазақстанда мүмкін. Бұл не деген сөз? Бұлттың ұлттың өзіне деген жауапкершілігінің төмендігін көрсетеді. Оны тек қана осылай айту керек, осылай түсіну керек. Оны басқа, оны әспеттеп, мәдениеттеп, сыпайылап айтатын ештеңе жоқ, ол ашық нәрсе. 30-ға келген жастар тілін білмей жатыр. Кеңес үкіметінің кезде біз айтатынбыз, ой, кеңес үкіметі болды, бізге себеп бар. Ал бүгін неде бақталуға болады? Қазақ мектебі бар, курстар бар, қаншама кітап шығып жатыр. Мысалы, біз орысша үйренгенде ешқандай курс болған жоқ. Біз кәдімгі книга для чтениемен үйрендік. Сол Хамелеонмен үйрендік, сол Нахаленовпен үйрендік. Чеховтың әңгімелерімен, Шолоховтың әңгімелерімен, қысқа Тургеневтің мумуымен, сонымен-ақ біз орыс тілін үйреніп алдық мысалы. А бүгінге не бүкіл қазақ сөйлеп жүр. Қазір Астана қаласында 81% қазақ. Біз келгенде 21% болды. Қазір 81% қазақ болды. Қарап отырсаңыз, ешқандай сондықтан ешқандай ақталатын мүмкіндік жоқ, өзіміздің жауапкершілігімізді көрсетеді. Алаштың білу, алаш құндылық. Оны білу біз сол жауапкершілікке шақырады. Біз алаштың суретін қойып, Әлиханның өмірін айтып, одан Мағжанның бір тақпағын жаттап, бағалы ол құндылық емес. Ол қажеттілік. Ал оны көкейінде сақтап, соған бой түзеу, сондай болуды мақсат қою. Ең болмаса сондай болу бәріміздің маңдайына жазбаған шығар. Бірақ соған лайық болудың өзі де ол үлкен жауапкершілік. Міне алаштың міндеттейтін нәрсесі осы. Алаш бізге сол үшін керек. Ол музейде картина емес, көрдің, болды. Көрдің, ертең ұмытып кеттің. Ол бізбен бірге өмір сүретін құндылық. Сондықтан жастар өмірлеріңізді бастап жатсыздар, үлкен өмірге келдіңіздер. Әке-шешелеріңіз осында институтқа бәріңізге бір үмітпен жіберді, сеніммен жіберді. Біразыңыз ақы төлеп оқып жатсыздар. Ата-аналарыңыз ай сайын сізге ақша салып тұр, киім алып беріп тұр. Әдемі телефондар бар қалталарыңызда, сондықтан сол телефонның ішінде алаш тұр. Алаш деп жазсаңыз, оның бейнесі де бар, оның аудиосы да бар, оның кітабы да бар, бәрі тұр. Қазір бүкіл әлем қалтаңызда. Біз соны оқу үшін анау Алматыға баратынбыз, Акиевке. Сол кезде Алматыға жылына бір рет барсақ, соған шүкір дейтінбіз, соған бір рет баруға ақша жинайтынбыз. Жыл бойы мұғалім болып жүріп, ақша жинайтынбыз. Жыл бойы Алматыға бір рет барсақ, шіркін кітапханаға бір 3 күн барып отырып көрсек деп армандайтынбыз. Қазір бәрі қолдарыңызда, бәрі оңай, бәрі рахат, сондықтан соның қадірін білу керек. Қазір осы институтта қалай іргетасыңыз қаламда, қандай маман болдыңыз, өміріңіз тура сондай болады. Оған менің мысалым көп, өз курстастарымнан да, мен 12 жыл мұғалім болдым, соны көрдім. Осы студент осылай болады-ау деп ойладым, қазір соларды көрем, 30 жылдан кейін көрем, және сол мен ойлағандай болады көбісі. Нашар оқушы нашар болады, жақсы оқитын адам жақсы болады, нашар оқитын оқушы орташа жүреді, әйтеуір бір жерде мектепте бір ілініп, салынып, әйтеуір уақытын өткізіп, завуч болса екен, детұрыс болса екен, бір жерде жұмыс табылса екен деп, бірақ олай өмір сүруге болмайды. Олай өзіңіздің өміріңізде, олай қалай осылай жұмсауға болмайды. Ол дұрыс емес нәрсе. Ата-анаңыз сізден оны күтпейді. Ата-анаңыз сізден үлкен нәрсе күтеді. Үлкен нәрсе мынау Астанаға барып білімді оқып келсе екен, елдің алды болса екен, қатарының ішінде болса екен деп үлкен сенім артады. Осыны орындауға сіздерге алаштың мұрасы көмектеседі. Соған күнде бір көп емес, 10-15 минут уақытыңыздарда тұрсаңыз, 15 минут деген көп емес қой. Телефонмен күнде сағаттап сөйлесеміз, 10-15 минут Мағжанды оқыңыз, бір Әлиханның мақаласын оқып шығыңыз, Ахметтің бір мақаласын оқып шығыңыз, бір 15 минут уақыт, көп уақыт бөлмей қойыңыз. Бір сем жексеңіз, бір жарты сағат бөліп қойыңыз уақытыңыз болса, сонда сіздің санаңыз оянады. Өзіңіздің істеп жүрген нәрсеңізді ойланасыз. Мен не істеп жүрмін, мен қайда баратырмын, мен кім боламын деген сұрақтар тұрады. Өйткені бұндай сұрақтарды бұл азаматтар өте ерте қойған. Мысалға 1905 жылы кім? Міржақып тура 20-дағы азамат. Қарап отырсаңыз, 5-ші. 24-тегі азамат оян қазақ деді, бүкіл қазаққа. 24-тегі азамат бүкіл қазаққа оян деген ұран тастады, ойлаңызшы. 24-тегі Майсардың жасы ғой, Майсарды 24 жасы оқыды. Ал ол бүкіл қазаққа ұран тастады.
және сол дәуір ояну дәуір деп аталды. 24 жастағы жігіт тұтас дәуірге атау берді. Тұтас дәуірге атау берді. Қарап отырсаңыз. Ахмет ол кезде 37-те. Қарап отырсаңыз. 37 дегенде біз 60-тамыз мысалы қазір. Ол 37-те. Қарап отырсаңыз. Қандай азаматтар? Әлімхан Ермек Лениннің алдына барып баяндама жасағанда қазақтың шекарасын бекіткен кезде 29-да. Қарап отырсаңыз. Алашорданың мүшесі болғанда Әлімхан Ермек 26-та. Қарап отырсаңыз. Көрдіңіз бе? Смағұл Сәдуақасовтар оқу ағарту министр болғанда 25-те жігіт. 25-те министр болды. Қандай қиын кезде министр болды? 25 жасында. Сондықтан адам өзіне үлкен міндеттер қою керек. Ғани Мұратбаев 24 жасында Қазақстанның Орта Азияның жастардың жетекшісі болды. Бұл адам бәріміз жаратылысымыз бірдей. Бір-біріміз ұқсаспыз. Сондықтан үлкен мақсаттар қою керек адам. Үлкен мақсат қоя білген адам үлкен жетістікке жетеді. Алаштың ең мықтылығының өзі үлкен мақсат қойды. Олар болмайтын нәрсе, о заманда да айтты алаштар. Әуре болмай қойыңдар, болмайды. Оған қарсы болғандар да болды, ағайынның ішінен шықты. Оны қолдамағандар болды. Үстінен арыз жазғандар да болды. Ахметтің үстінде, Дариханның үстінде. Ол кеңес үкіметі болмай-ақ 1911 жылдан бастап олар қудаланды, арыз жазды. Ахмет 6 рет абақта отырған адам. 6 рет абақта отырған адам. Сол айтады, ең жаман жер абақты ғой дейді. Абақтыда да жұмыс істеген жақсы. Сөйтіп 12 том жазды. Әлихан Бөкейхан экономист 15 том жазды. Қарап отырсаңыз. Қандай еңбек? Олар күресінен басқа, қызметінен басқа қаншама еңбек сіңірді қазақ. Сондықтан осындай үлкен мақсаттар қойыңдар. Осы алаш туралы айтылған әңгіменің бәрі ол тағылым болу керек, ұлағат болу керек. Ол дерек үшін, ол деректі мен айтады, деректі өздеріңіз ақ кітаптан тауып аласыздар. 1913 жылы бұлар Орынборда кездесті. Орынборда, өйткені Семей түрмесінен кейін Қазақстанда тұру құқығынан айырылды. Соттың шешімі бойынша Ахмет Байшұлы сосын Орынборды таңдады, Орынборға барды. Сондай құқығынан Әлихан Бөкейхан айырылған болатын. Ол Самара қаласында жұмыс істейтін. Одан Міржақып Дулатов барды. Сөйтіп 1913 жылы олар Орынборда қазақтың тұңғыш ұлттық басылымын Қазақ газетін ашты. Қазақ газетін ашу ол 1907 жылдан басталды. 1907 жылдан бастап қаншама өтініштер жазылды. Ана Серке газетінің Ильфат газетіне қосымша болып шығатыны сол берген рұқсаттың түрі қосымша ғана болып шықты. Бірнеше тоқтап қалып оны шығарған Міржақып Дулатов болды. 1913 жылы әрең дегенде соны алды. Газетті алды. 1911 жылдан бастап қазақ съезін ұйымдастыру мәселесі күн тәртібіне қойылды. Жақанша Сидорин деген үлкен азамат болған, Троицкіде адвокат болып жұмыс істеген. Заң оқу орнын бітірген ағайындар, Жансұлтан, Жанша Сидориндер, бұлар да төре тұқымнан. Ол азып тосып кетпеске амал бар ма деп Айқап газетінде 1911 жылы мақала жазды. Сол мақалада қазақ съезін өткізу жөнінде мәселе қойды. Бірақ оған губернатор рұқсат бермеді. Кейін шықты, тағы мақала шықты қазақ газетіне рұқсат берілмепті. Сөйтіп бұлар съезге рұқсат ала алмады, бас қосуға. Бұлар өздері астыртын кездесіп жүрді, бірақ үлкен қазақтың басын қосуға съез болмады. 1913 жылдан бастап қазақ газеті бүкіл Қазақстанға тарады, оның ішінде Өзбекстанға, Пакистанға, Ауғанстанға, Моңғолияға, Қытайға, енді болса Ресейге тарады. 8000 тиражбен тарады. Бүгінгі ана тілдің несі таралымы 15000 тираж. Ол кезде қазақ 4 миллион, бүгін Қазақстанда қазақ 14 миллион. Заман дамыған заманда ана тілі 15000 данамен таниды, қазақ газеті 8000 данамен таниды. Оның бәрі ат арбамен оны таратады, бүкіл Қазақстанға, жаңа шетелге таратады. Сондағы істеп жүрген не үшін істеп қазақты ояту үшін деп. Шынында да қазақ газеті оятты. Қазақ газеті бүкіл қазақ қауымын оятты. Қазақ өзінің құқығын біле бастады, өзінің теңдігін біле бастады. Басқа әлем бар екен, басқа мына империядан басқа әлем бар екен. Ол жерде адамдар өзінің құқығын білетін, олар 8 сағат жұмыс істейтіндігін, олар оқуға құқылы екенін, олардың қыздарының жаңа қалың сатылмайтындығы, ол жерде әйелдің еркіндігі берілгендігін, сөйтіп халықтың ойына азаттық идеясы құйыла берді. Анау 5 жылдан бастап, содан 17 жылы ақпанда патша тақтан түсті. Олар бірден ақпанда тақтан түсті. 1 наурыздан бастап бірден азаматтық комитеттер, сосын кейін қазақ комитеттері, ол кейін 18 жылдан бастап алаш комитеттері құрылды. Сол комитеттердің ұйымдастыруымен жедел түрде
бір ай, бір жарым ай шамасында неде 8 сәуірде Орынбор қаласында Торғай қазақтарының бірінші съезі болды. Ол Торғай қазақтарының съезі деп аталғанмен, ол кездегі 5 облыс оған қатысты. Ол кездегі бөлініс бойынша Қазақстан сол кезде 7 әкімшілік құрылымда болды. 5 облыс Ақмола облысы, Орал облысы, Семей облысы, Жетісу облысы, сосын Ақмола, Орал, Семей, Жетісу, бір облыс қай облыс еді? Сырдария, Торғай облысы. Сырдария ол кезде Түркістанға қарады. Сырдария Түркістанға қарап тұрды. Дұрыс айтасыз, Торғай. Осы 5 облыстың өкілдері өткізді жиналысты. Оны Әлихандар бастаған топ ұйымдастырды. 8-ші одан кейін бірде Торғай съезінің үстімен ары қарай Семейде жаңа айтқан 5 облыстың бәрінде съез болды. Ең көп съез болған Орал облысында болды, оның 5 съезі болды, Жетісу облысының 4 съезі болды, сөйтіп бірнеше съездер болды. Бұл съездер маусым айында өтетін, 17 жылы маусым айында Орынборда өтетін бірінші жалпы қазақ съезін дайындады. Сол съезде негізінен съездің 60-70% бағдарламасы, оның платформасы Семей облыстық қазақ съезінің негізіне құрылды. Себебі Семей облыстық қазақ съезін өткізген Әлихан Бөкейхан болды. Қарап отырсаңыздар. Сонда Әлиханның басшылығымен өткізді. Мұнда ұлт партиясын құру жөнінде мәселе көтерді. Партия әлі Алаш деп аталған жоқ. Тек қана ұлт партиясы деген графа болды, ұлт партиясын құрды. Неге ұлт партиясын құрды? Себебі маусым айының басында ол кезде уақытша үкімет орыстың Ресейдің газеттеріне енді құрылтай арқылы ғана үкімет сайланатын болды. Сайлау арқылы болатын болды. Сондықтан бірақ жеке адамдар түсуге болмайды, партиялық тізім бойынша түсу керек болды. Сондықтан бұлар бірден партияны көтерді. Өйткені партиялық тізім бойынша уақытша үкіметтен қазақ парламенттен орын алу керек болды. Сайлау өтті 15 қарашадан бастап 22 партия қатысты. 565 мың дауыс алған Алаш партиясы Ресейдің 22 партиясының ішінен 8-ші орын. Оған қарсы күрескен жаңағы 300 партиясы Көлбай Төгісов деген болған. Алашқа қарсы, өмір бойы Алашқа қарсы болған адам. Көлбай Төгісов ол 1% жинай алды. Ал Алаш партиясы 95% жинады. Сөйтіп Ресей бойынша 22 партияның ішінде 8-ші партия болып 11 мандат алды. 11 мандат. Соған бірақ кейін Ленин, оған Ленинде қол қойған, большевиктерде қатысқан, крестьян шаруаларда қатысқан. Бірақ бұл уәдені бұзып 17 жылы білесіздер 25 қазан, қазіргі жыл санау бойынша октябрь революция деп аталатын себебі сол қазан деп 7 қарашада Смольныйға басып кіріп өкіметті заңсыздықпен тартып алды. Бұл кеңес үкіметінің өзі нелегитимді заңсыз құрылған мемлекет. Өйткені сол шарттың бәрін сайлауда бүкіл шартқа қол қойған, оны Ленин бастаған топ бұзды. Сол уәдесінде тұрмай, аярлықпен соны бұзып, қаңтар айында декрет шықты, сол бойынша кешегі сайлаудың бәрі заңсыз деп табылды. Сөйтіп Ресейдің күткен жаңа демократиялық үкіметі де, оның жаңа парламенті аяқсыз құрылмай қалды. Қарап отырсаңыз. 17 жылы күзден бастап облыстық комитеттер, қазақ комитеттері облыстық ашылған, уездерде ашыла бастады. Бірнеше уездерде белсенді ашылды. Ол Қарқаралы уезінде, Үржар уезінде, Зайсан уезінде, Өскемен уезінде, Ақмола уезінде, онда Ақмоланың орталығы Омбы қаласы, Қызылжар уезінде, Ырғыз уезінде, Ақтөбе уезінде, белсенді уездерді айтылады. Оңтүстікте Әулиетау уезінде, Перовский, Қызылорда уезінде, Қазалы уезінде қазақ комитеттері жақсы жұмыс істеді. Өйткені ол жаңағы менің Алаштың жергілікті органдар, мекемелері болды. Кейін ол екінші съезден кейін олар қазақ комитеттері, Алаш комитеттері болып ауысты. Аттарын ауыстырды. Алаш партиясына келсек, Алаш партиясының алғашқы бағдарламасының өзі программа деп атаған, бағдарламасының жобасы Әлихан бастаған 5 адам жазды оны. Қазан айында жарияланды. Бірақ партия сайлау үшін ғана өмір сүрді. Кейін жаңа айттым, 18 жылы Алаш партия аяғына шейін өмір сүрген жоқ, Алаш партия болған жоқ, болған деген әңгіме айтады. Мәселе бұны Алаш партиясында қайраткерлерде емес, 18 жылы жаңа айттым, Лениннің өкімімен Ресейде коммунистік партия, большевиктер партиясы деп аталады. Большевиктер партиясынан басқа партия ашуға тыйым салынды. Сондықтан Алаш жұмыс оқыған себебі сол. Ол болмады деген әңгіме емес, ол нақты жаңағы деректік негізі сол.
17 жылы не айында, желтоқсан айында 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында, тағы да Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ сөз өтті. Онда Алашорда үкіметі құрылды. 15 адам оған мүше болды. Алашордаға төраға Баламал негізі сайланды. Оған өзінің кандидатурасын Әлихан Бөкейхан, жаңа айтқан Бақтиярай Құлманов, сосын Қызылжардың қазағы Айдархан Тұрлыбаев ұсынды. Баламал 81 депутат қатысты, 79 депутат дауыс берді, 2 депутат қалыс қалды, оның біреуі Мұстафа Шоқай қалыс қалған дауыс бермейді. Соның ішінде 40 дауысты Әлихан Бөкейхан алды, 20 дауысты Бақтиярай Құлманов алды, 19 дауыс Айдархан Тұрлыбаев алды. Сөйтіп көпшілік дауыспен Әлихан Бөкейхан дұрыс аты Алашорданың халық кеңесі деп аталады. Халық кеңесі Алашорда үкіметі, Алашорданың халық кеңесінің төрағасы сайланды. Ол өзінің 25 орын берілді үкіметке, 10 орын бос қалдырылды. 15 орынға министрлер деп айтуға болады, Алашорданың мүшелері сайланды. Ахмет Байжұсынов Алашорданың мүшесі болған жоқ, қазір қате айтып жүр, Алашорданың құрамына кірген жоқ. Ахмет Байжұсынов Алашорда үкіметінің қасындағы оқулық комиссиясының төрағасы болды. Оған Телжан Шонауов, Мағжан Жұмабаев сияқты зиялылар кірді. Міржақып Дулат та Алашорда партиясының үкіметтің құрамында болған жоқ. Сондықтан кейбір адамдар солай айтып жүр. Болмаған себебі мен бір елден екі адам болмаймыз, мен Ахметпен жарыспаймын деп кейін сайлаудың кезінде Ахмет Міржақыптың хаты бар. Өзінің кандидатурасын алып алды. Алаш сайлау кезінде өзінің кандидатурасын алып алды. Өйткені сондай әңгіме болды мына торғайда. Неге осылай жаңағы адамдар түседі, бір елдің адамдар түседі деген әңгіме болды. Сондықтан бұндай әңгіме болатын болса, мен ұлттық мүддеге қызмет етемін, ондай әңгіменің маған керегі жоқ деп, сол кезден бастап Міржақып өзінің кандидатурасын алып алды. Мен онсыз ақ Алашқа қызмет ете аламын. Маған ондай болу міндетті емес деп өзінің азаматтығын көрсетті. 17 жылы 13-12-13-де бітті. 12-сі күні Алаш автономия жарияланды, Алашорда құрылды. Соңында Сарыарқа газетіне мақала шықты. Әлімхан Ермековтің мақаласы. Жаңа айттым, Әлімхан Ермеков жөнінде оны білетін шығарсыздар. Ол сөзі бар. Отансыз жұрт отанды болды. Қандай сөз? Отансыз жұрт отанды болды. Оның алдында керемет сөздері бар. Отансыз жұрт отанды болды. Сол Әлімхан Ермеков, кейінірек оған қазір тоқталып, сол Қазақстан, бүгінгі Қазақстан Республикасының шекарасы, ол кезде қазақ автономиялық қазақ Совет Социалистік Республикасы, ақысы деп аталады. Ол құрылған, ол жөнінде қазір кішкене келіп, сөйтіп ол жарияланды. Бұл үлкен нәрсе болды, жұрт сүйінші сұрады, жұрт қуанды, бүкіл қазақ қуанды. Өйткені анау 1900 білесіздер, 22 жылы орта жүз қазақтардың жою жөніндегі қадыр жойылды білесіздер, соғынған Уәлихан Шоқанның әкесі, атасы. Онан кейін мына жақта кім? Жәңгір хан орта жүзде, содан бері қазақ сонша уақыттан бері өзінің мемлекеттілігін қалпына келтірді. Бұл қазақ мемлекетінің өзінің қалпына келтірді. Хандық дәуірден кейінгі қазақ мемлекетінің және тұтас дәуіріне келу туындады. Абылай хан да орта жүздің ханы, Жәңгір кіші жүздің ханы, бұл тұтас қазақтың. Бұның Алашорданың әр жаңа айтылған облыстарда бөлімдер құрылды. Өздерде бөлімдер құрылды, тіпті болыстарда бөлімдер құрылды. Мысалға сондай болыстарда құрылған бөлімге, мысалға Евгений Бөкетовтің әкесі Арыстан Бөкетов кірді. Осы Қарағанды университетінің ректоры Евгенийдің әкесі Арыстан Бөкетов. Сол Қызылжардан сондай болыстарға келіп, Қызылжарда өздік сергеге қатысты. Ермек Серкебаевтың әкесі Бекмұхамед Серкебаев соған кірді. Атақты білесіздер, әнші, қазақтың үлкен әншісі. Соның әкесі, сондай зиялы азаматтар әншіде көп болды. Анау жаңағы билік вертикаль негізде жоғарыдан бастап, Алашорда үкіметінен бастап, сонау болыстар үшін болды. 68 съезд өтті сол кезде қазақ даласында үлкен кішілер. Облыстық съездер, уездік съездер, болыстық съездер, молдалар съезі болды, мұғалімдер съезі болды. Әр жерде мысалға Алашты қолдаған қазақ газетін әр жерден телеграмдар келіп атты, Алашты қорғаған, сондайлардың біреуі мынау Шыңғыс болысынан Көкбай бастаған топ, атақ Көкбай Жанатайұлы, Абайдың шәкірті, досы, сол Көкбай қазақ газетіне мақала шықты, Алашты қолдаймын деген. Қытай қазақтарынан қаншама нелер келді, Моңғолия қазақтарынан қолдау көрді. Алаштың ұлттық қазынасы құрылды, оған Әния Молдабаев бас қазынасы болды, бүгінше айтқанда
банктың төрағасы Әнер Молдабаев деген азамат. Семейге барсаңыздар білесіздер. Бұл Әнет бабаның атақты тұқымы, соның ұрпағы. Абай кезінде оқытқан, Абай үй әперген Әнер Молдабаевқа. Сол үйде Абай бірнеше күн Семейге түсіп тұрған. Сол үй қазір Семей қаласында тұр. Қазір алаш қайраткерлері және Мұхтар Әуезов мұражайы деп аталады. Сол Әнер Молдабаевтың Абай әперген үйі, Абай сол үйде тұрған. Екінші сондай бір үшін тарихи бағалы үй бар, ол Қарқаралыда, ол Бекметтердің көп үйі. Оған да Абай келіп түскен, Қарқаралыға келіп тұрған кезде Абайдың білесіздер, Қарқаралы қайын жұрты Абайдың, қоян жәрмеңкесіне барып тұрған Абай, сонда сол көп үйге түскен. Кейін сол көп үйде Қарқаралы қызыл хаты жазылды. Бұл тарихи сабақтастық, оның бәрі тегіннен емес, оның бәрі заңдылық. Ал алаштың алдында оны гуманист тұрғыдан оятқан адам Абай. Қарасаңыз, Абайда оян, ояту деген лексемалық бірліктер, сондай сөздер Абайда 8 аяқта да бар. Қарап отырсаңыздар, Абайда кездеседі. Ояну идеясы, ояну деген идеяның өзі, оның ұғым ретінде, ассоциация тұратын идея ретінде келу, оның арқаға әрине Абай жатыр. Сондықтан бұлар алаштар кейін газет шығарғанда, тіпті оның алдында Абайды бірінші жарыққа шығарған, Абайдың жинағын шығарған, мысалы Тұрағұл Семей облыстық алаш комитетінің мүшесі, Абайдың баласы. Семейдегі алаш әскерінің, алаш полкының жетекшілерінің бірі. Бір ғана қала Семейде ғана құрылған совет үкіметі құлатылған, Семейде совет үкіметі орнады, қайттан құлатылды. Оны құлатқан Тұрағұлдар, сосын Русовский дейтін қалаға шейін 6 ай өткізген олар қылдар қуып салды. Соның бір қолбасшысы болған Тұрағұл Абайұлы Құнанбаев. Қарап отырсаңыз, сол мүшесі болған. Кейін Абайдың жинағын шығарды. Абай қайтыс болғанда бірінші қазанама некролог жазған адам Әлихан Бөкейхан. Қазақтың бас ақынды бірінші мақала жазған Әлихан Бөкейхан. 1914 жылы Абайдың опат болуына 10 жыл толды, қайтыс болуына мақала жазған адам әрине кім? Міржақып Дулат. Абайдың кешін өткізген адам Назипа Құлжанова сияқты, алаштың қыздары Нұрғали Құлжанов сияқты. Оның бәрі алашпен байланысты. Тұңғыш театрда Әуезов деп айтып жүр, тұңғыш театр шын тойтында ашқан адам осы Ақмолада 1916 жылы, Атбасарда 16 жыл театр болған, халық театры. Оны өшедегі жаңағы кім? Кәсіпкер Қосшығұл ашқан. Қарап отырсаңыздар, қазір мына Честно банк болады, biraz қай банк екенін білмеймін, Абай кітапты көрдім. Абай көшесімен қазір Әжібай Жаманбет көшесінің бұрышында үй тұр. Сол Абай дүкенінің қасында қазір госпиталь болып тұр, соның бәрі сол жердегі Қосшығұлдардың есімі Жасыл мешіт деген бар, қазір мынау Жастар сарайының қасында үй тұр. Соны қарасаңыздар, қабырға сақталған, қабырғасы сақтау тұр. Жасыл мешіттің дуалы мемлекет қорғауында деген жазусы бар, көрсеңіздер болады. Тұңғыш кітапхана ашқан, кітап дүкенін ашқан, осында сол Қосшығұл олар кейін бәрі алаштың мүшесі болды. Екі Қосшығұл болды, Шаймерден Қосшығұл біз көше берген. Ол 2 мәрте мемлекеттік думаның депутаты Шаймерден Қосшығұл көшесі бар. Сондықтан начало Сейфуллина дегенді қою керек. Қосшығұловтың істеген еңбегі Сейфуллиннен де жоғары. Қосшығұловтың қазақ істегені ол Сәкен Сейфуллиннен де үлкен еңбек істеген. Сәкеннің өлең жазғаннан кейін білеміз. Сәкеннің өлеңін оқымаймыз, шыны керек. Бірақ Қосшығұловтың деңгейі ол Сәкеннен де жоғары адам. Екі мемлекет думада болған. 14 жылы Петербургға барып, Ресейдің ішкі істер министріне дін мен жер туралы талап арыз тапсырған. Бірінші қазақта тұңғыш рет атақты дінбасы болған Науан Қазірет деген білесіздер, ол Ақан Серінің ұстазы. Қазір Науан Қазірет мешіті бар Көкшетауда. Сол Науан Қазірет екеуі 1903 жылы ұлтшылдық статьясымен бірінші сотталған адамдар, Сібірге жер аударғандар, ол Шаймерден Қосшығұл мен Науан Қазірет. Сол Науан Қазірет пен Шаймерден Қосшығұл Абайға хат жазған үшін жандармерия омбыдан келіп Абайдың үйін тінтіген. Абайды тергеу алған, сол үшін ана екеуінің қатысын алған. Сондықтан Шаймерден начало Сейфуллиннен сол жермен жүрегім ауырады. Начало сөзді айтуға болмайды. Ол Шаймерден Қосшығұл деген аталарыңыз Екінші мемлекеттік думаға 34 жылы өте қиын жағдайда қайтыс болған адам. Жапа шеккен адам. Даладан таяқ жеген адам, тарихтан таяқ жеген адам. Сондықтан оны коммунист Сәкен Сейфуллинмен қосып айтпаңыздар. Ол коммунист Сәкен Сейфуллиннен жоғары. Ол ойлары болсын. Ұлттың өзінің бағалау, өзінің критерийі болу керек. Ұлттың бүкіл адамның бәрі керемет екенін бүйтіп тарихқа өте қайта алмаймыз. Сол бүкіл мақтауды тарата берудің керегі жоқ. Нақты еңбегі бар адамдар бар, ол тарих ол екшеп бірте-бірте шығарады. Сол Шаймерден Қосшығұл дейтін азамат сондай азамат. Бізде ана фольклорлық әдеби сана кім өлең жазды, соны біз білеміз. Мемлекетші адамдар білмейміз.
Мысалға Германияда Гетені жоғары қоймайды, Бисмарк жоғары қойды. Наполеон 1000 жазушы бар Францияда, ешқайсысы Наполеонға тең келмейді. Бальзактар Наполеоннан төмен тұрады. Мысалға, өйткені мемлекетшілдік сана. Олар мемлекетті кім құрды? Мемлекетті кім басқарды, кім ұстады? Олар соны құрметтейді. Ал ақын көп, жазушы көп, қарап отырсаңыз. Сондықтан біз сол жағынан келгенде мен жаңа Әлихан Бөкейханға байланысты әдейі сондай идея айттым. Осында солай болу керек. Мысалы, Парижге барсаңыздар, Наполеонға кезекке тұрады. Наполеон жерленген жерге бару үшін соборда жерленген, сонда барып тұрады. Ешкім Бальзакты, Дюманы өзінен ешкім іздеп жатқан жоқ. Олар да керек, олар да бағалайды, әлем әдебиетіне үлкен еңбек сіңірген. Бірақ Франция мемлекеті үшін Наполеон орны бөлек. Петр біріншіге Санкт-Петербург, әулие Петербург деп ат қойып отырған. Оқаларға аты Пушкинге берген жоқ қой, Петербургқа берді. Санкт-Петербургта Петрдің орысқа істеген жамандығы да көп. Бірақ ол жақсы нәрсе. Сол Петербургті салған үшін, Европаға ашқан үшін, империя құрған үшін ол бүкіл қатесін кешіреді. Петербург оны істеген, әйтпесе оның жауыздығы да көп. Олардың тиран тарихшылардың, бірақ соған қарамастан Санкт деген сөз, әулие деген сөз. Әулие Петербург, әулие Петр деп отыр. Оны әулие ретінде адам ұстап отыр, сондай адамды. Ол Пушкин немесе Толстойды көрген жоқ. Москвада Толстойдың көшесі 900 метр. Қарап отырсаңыз. Мен оны бір ақында жазып кем тұлған жоқпын. Мемлекетші тұлғалар. Сондықтан біздің жаңа тілді білмей жатқанымызда осы мемлекеттік кемдігінен біз елшіл мемлекетшіл болуымыз керек. Алаш зиялылар елшіл деген термин қолданған. Ол мемлекетшіл деген үлкен ұғымды біледі. Ұғымды білдіретін үлкен атау. Сондықтан осы тұрғыдан қарау керек болады. 17 жылдан бастап, 17 жылдың жаңа айттым, 17 жылдың 12 желтоқсанында жарияланды. Содан бастап 1920 жылы 5 наурызда қазақ өлкесін басқару жөніндегі уақытша төңкерістік комитетінің шешімімен Алашорда таратылды. Яғни Алашорда 2 жылдан артық өмір сүрді. Сол кездегі Әзербайжан, Грузияда, Арменияда, Башқұртстанда, Татарстанда құрылған осындай мемлекеттік ұлттық құрылымдар болды. Сол ұлттық құрылымдардың қай-қайсысынан да көп өмір сүрген ол Алаш автономиясы, Алашорда өкіметі. Мысалға Париж коммунасы 99-ақ күн өмір сүрген. Сол Париж коммунасында 18 наурызда бұрынғылар біледі, әлемде Париж коммунасы күні аталып өтіледі. Көрдіңіз бе? 99-ақ күн өмір сүрген. Ал 250 жылға жуық өмір сүрген біз Алаштың тарихын білмейміз. Сондықтан оны біз білуіміз керек, оқуымыз керек. Кітаптар бар екен, көріп отырмын. Кітаптар бар интернетте, тура осы кітаптың, Диқан екеуміздің кітабымыздың тура несі PDF форматы интернетте тұр, жұрт көп алды пайдаланады. Сондықтан ешқандай 1 минут, 2 минут қарап аласыз, соған сол әдетке айналып кетеді. Қазір бір жақсы нені дағды қылсаңыздар жақсы, сол дағды айналады. Кешке шейін телефон көрсеңіздер, өмір бойы телефон көресіздер. Кешке шейін тек сәнді киім іздесеңіздер, өмір бойы сән қойып аласыздар. Ол киімді ала аласыз ба, ала алмайсыз, бір құдай біледі оны. Ол өзіңіз оған еңбек ете аласыз ба, оны таба аласыз ба, жақсы жар кездесе ма, жаңа сіздің қамтамасыз ететін оны бір құдай біледі. Ал бірақ сіздің біліміңізді ешкім алып кетпейді. Ол біліміңіз өзіңіз көрсетеді. Сіздің әке-шешеңіз бере алмайтын нәрсені, сіздің күйеуіңіз бере алмайтын нәрсені, туған туысқаныңыз бере алмайтын кітап береді. Соны ұмытпау керек. Ол бәрінен де ең серік, ең сенімді жолдас кітап. Сондықтан ол үшін ол үлкен асқақ сөз емес, ол қарапайым ғана сөз, бірақ соған кішкене ойланыңыздар. Оны ертең кітаптың кино көру онымен өтпейді өмір. Ертеңгісін болады. Қазір Қазақстанда заман, қазір мамандар таңдау, қазір әділет жолға түсті. Сіздің кәсіби біліміңізге қарайды, танысыңызға қарамайды. Сіздің ақшаңызға, танысыңызға ешкім жұмыс алмайды. Ернияз деген жігіт Қызылжардан келді, 19 адам құжат тапсырды. Сол 19-дан 18-ден озып біліммен Ернияз комитетіне жұмысқа кірді. Өзінің еңбегімен ешқандай қатысымыз жоқ. Жаңа тәуелсіз комиссия. Қазір Қазақстанда Құдайға шүкір қызметке алу, бұрынғырағанда, бұрынғыны айтпай ақ қойып, ол жаққа кетіп қалмай ақ қойып, әділетті қоғам. Сондықтан сізден бізге жақсы маман керек. Бізге ағайынымыз алып алып, жұмыс істейтін ағайын керек емес бізге. Бізге жақсы жұмыс істейтін маман, жұрттың бетіне дұрыс қарайтын, адал қарайтын, объективтік қарайтын бізге сондай заманға келдік. Сондықтан бәсекелестік өте үлкен. Қазір университеттер өте көп. Ертең бітіргеннен қайда барып жұмыс істейсіздер? Соны бүгіннен бастап ойлау керек. Бәсекелес Евразия университеті тұр, мына Каргу тұр, Казгу тұр. Соған бәсеке шыдай аласыз ба, төтеп бере аласыз ба? Сіздің дипломыңыз соған төтеп бере ма, сіздің біліміңіз? Яғни жақсы білім береді, сіздің біліміңіз. Егер сіз жақсы білімді болсаңыз, сіз осыны бітіріп ақ болашақтың орнын аласыз. Оксфордқа барғаннан білімді ма, сіз біліміңізді бір құдай біледі онда. Оксфордқа барғаннан бітірген жұмыс табы ма, сіз табасыз оны, сіздің біліміңіз көреді.
екеуіңіз бірдей барғанда сіздің Оксфорд түрікті деп қарамайды. Сізбен сөйлесіп біздің білімімізге барып, білімімізді бағалайды. Сондықтан ал жаңағы Алаш сияқты нәрселер, басқа Абайды оқыңыз, Махамбетті оқыңыз, олар сізді ынталандырады. Мына адамда интенция деген болады, ынта деген болады. Сіздің ішіңізде ынта болмаса, сіз ештеңе істей алмайсыз. Және бүгінгі жастар көбінесе байқаймын мен, көңіл күймен өмір сүресіздер. Байқайса біз сияқты емес. Біз кішкене көнбістеу, сондай кеңестік кезде өмір сүрдік қой, бір киім киіп, бір тамақ жеп, жүрдік қой жаңағы. Ал бүгінгі сіздерде әртүрлі алабұрт тұрсыздар. Сізде қызығушылық көп, ананы қызыл жасыл әлем, анау шақырат бергел деп, мынау шақырат бергел деп, соның қайсысын ескеретінін білмей дағдарып тұрсыздар. Сондықтан жаңағы білімге жармассаңыздар, ол сізді білім бермейді, шақай бермейді. Сізді сақтайды. Сізді адам ретінде сақтайды, сізді маман ретінде дамытады. Сондықтан осыған мына Алаш зиялылар сондай болған. Әйтпесе әлихандар сол Мәскеуге Санкт-Петербургқа қарап оқыған. Ақтоғай қайда, Санкт-Петербург қайда. Пойыздар жоқ, ешқандай жоқ. Соған барды ғой. Бір ай жүріп барады оқуға. Анау Ақтоғайдан бір ай жүріп барады Петербургқа. Қыста келе алмайды. Біріншіден қаржы жоқ, екіншіден жол жоқ. 2 жыл, 3 жыл келе алмаған студенттер бар. Алашты көп айда оқысаңыздар, 3 жыл үйіне бара алмайды. Не қаржысы жоқ, мүмкіндігі жоқ. Жол ұзақ. Қалай барады каникулда? Әйтеуір сабақта оқысам дейді. Осы уақыттарында жұмыс істейді, көмір түсіреді. Біреудің егін істейді, біреудің картоплын қасып береді. Сондай жұмыс істеп, сондай азаматтар болды. Олар ерте есейді. Өйткені еңбек есейді, білім есейді. Еңбек пен білім адамды есейтеді. Әйтпесе телефон қарап жүре берсеңіздер, оны бітпейді. Сіздер жас емессіздер, айттым ғой жаңа. 24 жасында андай болсыздар. 18-ге келген адам жас емес. 18 адам жас емес. Ол естияр адам. Ол өз-өзіне жауап беретін кәмелетке толған адам. Сіздердің жауапкершіліктерің өздеріңізде. Оны қалай жұмсайсыздар? Ол сіздерге байланысты. Әрине ата-анаңыздың тәрбиесі бар, институт бар, бірақ өздеріңізге байланысты. Сондықтан бір естеріңізде болсын деп қыздарым мен балаларым айтып жатырмын. Мына ағай көп ақыл айтып кетті деп айтпаңыздар. Бір 3 минутта қалай аяқтайын. Уақыт түсініп отырмын. Көрдім. Енді Алаштың бір ғана шекара мәселесін айта кетейін. Шекара мәселесінде бар дәріс айтады. Шекара мәселесінде негізгі 3 адам болған. Біз 2022 жылы Мәскеудің мұрағатында жұмыс істедік. Тура біздің барған жұмысты Жандос Смағұл екеуміз. Біздің барған бір ғана міндетіміз болды. Сол кезде қазақ мемлекетінің шекарасы қалай белгіленді? Сосын маусым, шілде, тамыз айында Лениннің төрағалығымен өткен, кейбір жерде Калинин төрағалығымен өткен жиналыстардың хаттамасын көрдік. Біз хаттаманы көрдік. Сонда қатысқан адам, нақты адам үшеу. Ахмет Байтұрсынов, Уәлитхан Танашев, Атыраудың қазақ, заңгер, Қазақ университетінің қыз дипломын бітірген, алтын медальмен бітірген, өзі алтын медаль деп аталады. Одан кейін Әлімхан Ермеков. Әлімхан Ермеков те, Уәлитхан Танашев та ұзақ жыл өмір сүрді. Екеуі де 25 жыл сотталып келді. Сөйтіп 70 жыл қайтыс болды екеуі де. Біреуі Қазанда қайтыс болды, біреуі Қарағандыда қайтыс болды. Екі азамат, бұл екеуін ұмытпаңыздар. Бұл үш қазаққа бүкіл Қазақстанның облысын ескерткіш қою керек. Өйткені бүгінгі шекараны белгілеп берген солар. Сонда мен бір ғана Уәлитханның есімін аяқтайын. 17 тамыз күні ең соңғы не болады? Жиналыс болады, талқылау жиналысы. Әлімхан сонда баяндама жасады 17 тамыз күні. Сосын 17 тамыздың несімен жаңағы шешіммен 26 тамызда автономиялық Қазақ Совет Социалист Республикасы құрылды. Сонда негізгі баяндаманы Әлімхан Ермеков жасады. Сонда естелік, бір ғана естелік. Уәлитхан Танашев жазады. Мен осынау 86 жасқа келгенше өмірдің ащысы мен тұщысын көп таттым. Бірақ өмір маған ащысын тату жазды. Сонда мен жалғыз отырып ойланамын. Мен жалғыздықтан басқа кім бар? Менің досым жалғыздық қазір. Сонда туған республикама не істедім деп ойланамын. Ол Қазанда тұрып жазып отыр. Сонда күнде жаға жыртысып Лениннің алдына келген кезде менің туған ауылым Ресейдің уысына кетіп бара жатты. Сол кезде Ленин сұрады губернатор, онда Астраханның губернаторы тұр, Орынбордың губернаторы, Ленин жинап алған ғой бәрі, шекараластарын. Қазақ көп па, орыс көп па деп сұрады. Губернатор үндемеді, ол біліп тұр, қазақ көп деп айтпай тұр ғой, ана жерді алысып тұр. Сонда біз қазақ көп дедік. Сонда Ленин қолында қарындаш қалды да, қызыл қарындашпен менің туған ауылымды Қазақстан қосып берді. Мен жүрегім жалып кетеді, көзімнен жас шықты. Қалтамда беторамалым болса да көзімдегі жас сүрткен жоқпын. Бұл өлгенде көрген көзім жас еді. Осы күнге жеттік қой ағатай деп Әлімхан екеуміз бір-бірімізді құшақтап жылап тұрдық.
қандай сай. Міне осындай жеткен шекара, осындай шекара бекітілген. Қарап отырсаңыз. Сол шекараның негізінде 1936 жылы 5 желтоқсанда тағы да желтоқсанда Қазақ Совет Социалистік Республикасы болды. Соның негізінде 91 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан әлемге өзінің тәуелсіздігін жариялады. Сол тәуелсіздіктің негізінде кім тұр? Ойланып қараңыз. Шекараны бекіткен кім? Осы жерді алып берген кім біз? Қарап отырсаңыз. Міне осындай Алаш деген осындай тұлғалар, осымен сөзімді аяқтаймын. Оқыңыздар. Ол Ахметке де керек емес, сіздердің оқығаныңыз, Әлиханға да керек емес, маған да керек емес, осы Қадыраға да ешкім керек емес оған. Ол өздеріңіз керек. Сондықтан осы кезден бастап ойланыңыздар, оқыңыздар, соған барыңыздар. Үлкен мұраттар тұр, үлкен елде өмір сүресіздер, Құдайға шүкір. Әртүрлі ел жамандап жатады, Құдайға шүкір. Біздің еліміз үлкен ел, болашақ зор ел. Ол болу үшін сендер аман болуларың керек, сендер мықты болуларың керек. Біз соған сенеміз, сол үшін де біз сіздерге осыны әңгіме айтып тұрмыз. Сол үшін де ағаларыңыз сіздерге, ағайларыңыз, мына апайларыңыз сізге тәлім тәрбие болды. Соған лайық болыңыз. Рахмет. Мына кітапты комитеттің атынан сіздерге тапсырайын. Алаш. Мына Молдағали Жолдыбайұлы деген Мағжанның досы. Алаштың қайраткері, өте мықты адам. Мына Оразақ Исмағұлов деген ақсақал білесіздер. Қазақтың антрополог, қазақтың генінен бүкіл жаңа кітабы. Сол сіздерге сөзді керек қой деп алып келдім. Мынау Халел атамыз, Халел білесіздер. Тұңғыш физиологияның, ботаниканың, биологияның авторы Алаштың қайраткері Халел Досмұхамедұлы. Сингармонизм заңы. Қазақ тілінің сингармонизм заңын тілші емес, медик жазған. Бұл кісі медик. Әскери медициналық академияның түлегі. Қазақ білімпаздарын тұңғыш сөйлеткен, Орынбор қаласы 24 жылы Ахаң бастаған бүгінгі жазу емле осы съездің негізінде қалыптасқан. Соның жаңа қаттама съездің стенограммасы. Екі кітапты беріп отырсаң, суретке түсіріп алайын акцияны. Екі кітапты беріп отырсаңдар. Қолма. Қолға ұстап тұрайық. Иә, қолға ұстап тұр. Суретке түсіріп алайын, бір. Екі. Көп рахмет. Ал құрметті студенттер, әріптестер, сұрақтарыңыз болса, бұл Қазақ элитасының басында 20-ші ғасырдың қазақ ерлерден бөлек әйелдер де тұрды. Назипа Қалжанова, Мариям Сейдалина, Аққағаз Досжанова. Солардың қазіргі кездегі және де сол 20-ші ғасырдың басындағы рөлі қандай болды? Енді Алаш қозғалысының баста тұр деп айтуға болмайды. Алаш қозғалысына қатысқан, оның ішінде Гүлсім Әспенжарова бар. Бұл Санжар Әспенжаровтың әпкесі. Алғашқы біздің медиктердің бірі. Ташкентте не бастаған клиника ашқан. Ташкентте медицина университетінде сабақ берген. Өзің айтқан Назипа Құлжанова Семейде тұрған. Одан кейін барып тағы бір есім, Ғазиз есім деп айтуға болады. Бұл Шонанова, Телжан Шонановтың жұбайы. Бұл ең алғаш атылған қазақ әйелі. Кәдімгі эпес жазушылар қазақ әйелі. Бұл Қаратай Сұлтан болған, атақты Қаратай Сұлтан. Бөкей хандардың несі, туысы, немере ағайыны. Кезінде Бөкеймен қанды қаталасқан, сол Қаратайдың немересі бұл. Сосын өзің айтқан Мариям Сейдалина. Бұл Айқап газетінде корректор болып істеген, алғашқы қазақтың журналист корректоры. Бұлардың әрине орны үлкен. Сезгерлерге қатысқан, мысалы Назипа ұстаз арқылы, семинар арқылы қаншама оның тәрбиелігіне ықпал етті. Абайдың кешін өткізген ең бірінші Назипа Нұрғали Құлжанов, Назипа Құлжанова, бұлар торғайдың қазақтары, бір-біріне ғашық болған жастар, бірақ заң бойынша қалыңмал төленіп қойған Назипаның, сондықтан екеуі қосыла алмай, сондықтан екеуі торғайдан қашып Семейге барған, сөйтіп Семейде семья құрған. Олар махаббат үшін күрескен жастар. Мысалға, және олар қосылған. Мамыр емес, жаңағы еңлік кебек емес, жаңағы Қозғабек байысы бұл қосылған өзінің теңін тапқан қазақтар. Өйткені Алаш мәселесін көтерген, Алаштың облыстық съездерін қарасаңыздар да, ненің жалпы қазақ съезін қарасаңыздар, үлкен бір тақырып әйел мәселесі, әйел теңдігі мәселесі. Алаштың кәдімгі несінде съезінде қалыңмал төлеуге тыйым сала деп еді. Қалыңмал төлеуге тыйым сала. Қалыңмал берген байларға немесе алған әйел алғанына жаза қолданады деп еді. Сондықтан бірінші жаңағы біз ойлаймыз ғой, жаңағы
коммунистік партия Ленин алып тұрып емес, ол алашта одан да бұрын осындай Әлихан бастағандар оны әмеңгерлік, қалың мал төлеуді феодалдық патриархалдық қоғамның қалдығы ретінде Әлиханда қатысынаған оның өз мақалаларында өте қатты айтқан. Ол қазақтың сауатсыздығы, надандығы ол деген сондықтан бұл тарапты да жаңа өзім дұрыс сұрақ қойып отырсың. Қазақ әйелдерінің рөлі өте үлкен. Бұл жарлары бар мықты. Мысалы Зылиха Жұмабаева бір ғана алаш қайраткерінің әйелі өзінің күйеуін ақталғанын көрді. Мағжанның ақталғанын көрді Зылиха Жұмабаева көрді Мағжанның ақталғанын. Мағжан 1960 жылы ақталған негізі. Бірақ біз сол кездегі біздің қазақтың жазушылары екі анықтама келген, ол анықтаманың несі түпнұсқасы қазір мына Мағжан Жұмабаев ауданында, Мағжанның ауылында музейде тұр. Түпнұсқа мен жоғалтып жіберді деп ойлағам. Бір анықтама екі әдіске барған. Жазушылар одағына барған Мағжанды. Түркістанның әскери соты ақтаған Мағжан. 60 жыл ақтаған. Ол кезде Бунинді ақталып жатқан. 57 Сәкен Бейімбеттер ақталған. Қарап отырсаңыз. Сол Буниндермен бірге Мағжан ақталған 60 жыл. Орыстар Бунинді ақтап алды, көк томдығын шығарды, көше берді. Бунин 22 жылдан бастап 53 жылға шейін Совет үкіметін жамандап тұрған адам. Ол Парижде қайтыс болған, Нобель сыйлығын. Совет үкіметін жамандап тұрған адамды ақтады орыстар. Өзінікі болғасын. Және оны бірден көтеріп әкетті, кітаптарын шығарды. Ал біз не істедік? Анықтама қағаз келді, жазушылар одағы оны жоғалтып жіберді. Сосын айтты, мына Мағжанның әйелі емес, некесіз әйелі, бұл әйелдің басы демейді деп, ана Зылиханы қуып жіберді жазушылар одағы. Өзіміздің ағаларымыз. Зылиха екі ортада хал жау ретінде 20 сом пенсия алған, Армел Тасымбеков марқұм біледі, соның видеосы бар, мен көрдім. Зылиханың тірі кезіндегі видеосын көрдім. Өте жағдай төмен, давлениесі көтеріп құлап қалады екен, сол айранмен, күнде айранмен булочканы жейді, басқа тамақ жоқ. Мағжан ақталған. Жазушылар одағы ыңғай танытпаған. Біздің жазушылар бәрі тұған қазақтар жүрді, басшылардың бәрі қазақ. Өзіміздің ағаларымыз біліп отырса, сол адамдар. Жаңағы анықтама сақталған, Мағжанның музейіне барсаңыздар, кәдімгі ақталған. 60 жыл ақталып кетеді еді Мағжан. Ақталып тұр ғой. Кеңес үкіметі Мағжанды ақтайды, қазақтың жазушылары ақтамайды. Міне қайда жатыр. Қарап отырсаңыз. Жалғыз сұрақтарыңыз. Буниндерді ақтап алды өзіміз. Қанша? Алаш милициясында Қазы Нұрмұхамед, тұңғыш қазіргі кезде айтылмайды. Қазір айтылып жүр, жазылып жүр. Қазы Нұрмұхамед жөнінде айтылып жүр, жазылып жүр. Тұңғыш құрбан. Алаштың тұңғыш құрбаны. Шәкәрім бар сөйлеген, кім өлең арнаған, Міржақып Болатбек, Жүсіпбек Аймауытов бар сөйлеген, бұл қазақтың тұңғыш құрбаны. Оны айтылмайды демеу керек, бұл жастар біле көрдіңіз ба? Бұл мынандай бізде мынандай психолог үкімет айту керек, біреу өздеріңіз айтыңыздар. Ютубқа өзіңіз қысқаша жазыңыздар, жіберіңіз. Фейсбукқа жариялаңыз Қазы Нұрмұхамедті, көрдіңіз ба? Бізде мынандай қалыптасқан, біз мына кеңес үкіметінен қалған нәрсе. Бізде жаңағы мемлекетте бас секретар билейді, Қазақстанда бірінші хатшы билейді, ауылда сельсовет билейді, үйде әкем билейді деген зат советтік патриархалдық нәрсе. Сіздер өзіңіз мына кітапты алыңыз, осының ішіне бір мақаланы алыңыз да, Фейсбукқа салып тұрыңыз, болды. Міне Қазы Нұрмұхамед бар, өмірбай, Зылиха екеуміз жаздық. Соны алыңыз да, әрқайсыңыз бөліп алыңыздар. Осыдан кейін жиналыңыздар, енді осы адам бәрі жинап бір ішіңізден 6-7 белсенді шығады. 10 шықсын, 15. Сондан бөліп алыңыздар. Қиын емес қой, бір өмірбай енді. Көшіріп аласыздар, міне. Мангелдин Алдабек, кішкене ғана өмірбай, міне. Шымкенттің қазағымның Мангелдин Алдабекке, Шымкентке барғанда мен қуанамын. Шымкентте Мангелдин Алдабекке көше берді. Мен қатты қуандым сол. Мысалы. Сонда міне осыны көшіріп алыңыздар, Фейсбукқа салып жіберіңіз. Міне достар, мен бүгін осындай адамды аштым. Қапелеріңізде осыны астан лайық қояды. Өзінің достарын қайт таратты. Міне, көрдіңіз ба, өстіптер айтады. Оқиды бәрі. Бәрі оқиды. Малдыбай Мұстақым, Қарқаралының қазағы, мықты қазақ. Қазақтың алғашқы әліппелерінің бірін жазған. Семей облыстық алаш комитетінің мүшесі. Өте мықты қазақ, Малдыбай. Кейін азаматтар мынау Егінбұлаққа оқшылы белгі қойды. Қарап отырсаңыз, міне осындай азаматтар өздеріңіз алыңыздар, күтпеңіздер. Айтып отырмын ғой жаңағы, Әлихандар күткен жоқ, Әлиханға кім айтты? Оларға салсаң, олар айтқан істеме. Істеме, жазба, айтпа деген. Олар айтпа, істеме деген сайын істеді. Көрдіңіз ба? 6 рет абақтыға түскен. 6 рет абақтыға түскен. Сынбаған Ахмет. Қиын жері абақты ма? Абақтыда жұмыс істеу жақсы маған деп хат жазған. Ал Әлиханның аты бар. Қымбатты Ахмет, қымбатты Міржақып. Орыстың түрмесінің қандасына таландып, қара наны мен қара туына қалыңдар. Соған шыдаңдар, бекем болыңдар. Ертең күн шығады. Ел тәуелсіз болады. Сонда ұрпақ есін алар. Міне. Қандай қиын кез, айдалып отыр өзі. Сонда есін.
Ал жаңағы 14 жыл мақаласында кім айтады? Міржақып. Бүгін Абайын халық танымай жатыр. Халық көрер, халық ағарар, жаңа ұрпақ келер. Біз оны көрмеспіз, рухымыз сезер. Сонда біздің рухымыз қуанар. Міне Міржақып атамыз қуанып отыр. Біз айтып отырмыз. Биыл 100 жылдық міне, мен сан ұрпақ, ешкімді күтпеңіздер, ешкімді. Институт, мысалға, менің алған білімнің университет. Мен бүгін ойлап отырсам, маған 10-15% берді. Есептеп отырсам. Ол тек қана, ол тек бақыт беруші. Бақыт бағдар. Сен өмір бойы оқисың. Мен 60-қа келдім, мен өмір бойы оқимын. Оқып атқаныма қанша жыл болды мысалы? 53 жыл болды әлі оқып атқаным. Қарап отырсаңыз. Ол өмір бойы оқисың. Мен білгеніммен білмегеніміз көп, әлі көп. Сондықтан өздеріңіз істеңіздер, өздеріңіз ынта көтеріңіздер. Мына іштеріңізде үйірме бар ма? Мысалы алқа деген жұмыс істейді. Мен ана университет құрғанмын, мына Мағжанның арманы қойдым. Алқа жұмыс істейді Евразияда. Сондай әдеби ұйым құрыңыздар. Саясатты, Назарбаевты, кешегі Машкеевичті оған бастаңыз, ауыртпаңыздар. Ол бір күндік нәрселер. Қазір соны мен етіп кетті. Бір болмаған нәрсеге бір Трамп бүйтіп қойыпты, ана бүйтіп қойыпты, жаңағы Есентаева тағы бір күйеуге тиіпті. Күдіге жоқ, оң күйеуге тиіп шаураны жоқ. Өзі біледі, өзі шаурасы яқын болды, Есентаеваның өзінің құқы болды. Біз әбден біреуге араласып үйреніп кеткенбіз. Сондай халықпыз, біреудің араласып, біреудің тойын бағалап, біреудің бір асын бағалап, біреудің киімін бағалап жүрміз. Олай болмаңыздар, ол ұсақ түйек. Сіз сонымен 1-2 жыл шұғылданасыз ба, ұсақ түйек болып кетесіз. Өмірдің ұсақ түйегінен өзіңізді қорғаңыз. Өмірдің ласынан, шаң тозаңынан қорғаңыз өзіңіз. Үстіңізді қалыптасыңыз, сол сияқты болу керек. Артық ақпарат керек емес, оған сіздің уақытыңыз жоқ. Оған миыңыз толып қалады. Адамдардың жады неге күшті болады? Жады неге күшті? Ана Мағауиндердің жады неге күшті? Себебі олар артық ақпарат жинамайды. Мысалы мен газет оқымаймын. Артық ақпарат келмеймін. Мен министрлікте жұмыс істеймін. Мен қанша министр бар екенін, кімнің министр екенін білмеймін. Мен мысалы сол министрлікте жұмыс істеймін мысалы. Мен 20 чиновник білмеймін кімнің министр екенін. Мен облыстық әкімдердің атын білмеймін. Маған таңғалады. Мен не керек бар маған? Мысалы. Қарап отырсақ, сондықтан сіз тек қана керек ақпарат алыңыздар. Сіздің миыңыз шексіз емес. Сіздің миыңыз таза болу керек, мөлдір болу керек, тұнық болу керек. Тұнық жерге ғана, тұнық суға ғана келеді. Тұнық судан адамдар ішеді. Лай су ешкім ішпейді. Ал бүгін өмірдің лайы көп. Ананың жаңалығын қайтесіз соның бәрін. Басыңызды ауыртпаңыз үйіз. Оны мынандай жариялаңыз. Сонда өзіңізде бір қанағат сезім болады. Міне мен Мангелді Алдабек жарияладым. Маған 15 адам лайық қойды. 2 адам рахмет айтты. 3 адам басымнан сипады. Сіздің сол ынта болады, интенция, ниет болады. Сосын сіздің жариялағыңыз келіп тұрады. Ертең біреуді біреу жариялайсыз. Сосын сізді көріп сіздің досыңыз еліктейді сізге. Бөліседі. Содан бөліседі. Көрдіңіз ба? Сөйтіп міне Алаштың идеясы солай тарайды. Содан біз мықты қазақ боламыз. Әр қазақ мықты болады. Президент, министр, ректор ешкім ештеңе істеп бермейді. Әке-шешеңіз ештеңе істеп бере алмайды. Туған әке-шешеңіз істеп бере алмайды. Сіз өзіңіздің ғана айттым ғой, 10 сөзге толдыңыз ба? Өз біліңіз өзіңізде. Мысалы, сондықтан өзіңіздің, сіздің артыңыздан ешкім бізде ылғи біреу күтіп тұрады. Бір дүкенде бірдеңе мынау Акимат не қарап отыр? Жол бірдеңе болса Акимат не істеп отыр? Нең бар Акиматта? Сен өзің жұмысыңды дұрыстап жүрсің ба? Сен бірінші өзің сабағыңды дұрыс оқып жүрсің ба? Өзің білім жүрсің, оны сен қалай біреу сен сынайсың, сен өзің дұрыс емес болсаң. Сондықтан бәріңізге сондықтан солай үйреніңіздер. Солай қалыптассаңыз айттым ғой, міне осы 4 жылда қалай қалыптассаңыз, ертең солай боласыз. Мен студенттерімнен білемін. Осы Астананың қай мектебіне барса менің студенттерім жұмыс істейді, содан білемін. Мықтылар мықты болып жатыр. Орташа болып жатыр. Нашар оқығанда жүр әр жерде, базарда жүр. Мен солай болады, білгем. Олар айтқан жоқ, айту ұят, айтудың керегі жоқ. Бірақ бүгін қалай, ол бүгін сіздің негізіңіз қаланып отыр. Бүгін сіз өсіп тұрған ағашсыз, қалай бәпелеп жатыр. Ертең тамырыңыз мықты болмаса, сіздің жапырағыңыз күшті болмаса, қалай сіз жеміс бересіз? Сіздің діңгегіңіз, тамырыңыз күшті болу керек. Сіз нық тұруыңыз керек, 2 аяғыңыз бен, 2 қолыңыз бен, басыңыз бен нық тұруыңыз керек. Жүрегіңізде жақсы нәрселер болу керек. Жүрегіңізде таза нәрселер болу керек. Бұлардың солай болған. Бұлардың жүректері таза болған. Айтсам ба, не деген махаббат. Әлихан Бөкейханов керемет жұмыс істеді. Төренің тұқымы, Бөкейханның тұқымы атақ. Жағдайы күшті. Не істейсіз? Ахмет жағдайы күшті. Электорлықтың анау мемлекеттік қызметте Омбы қаласында. Қазақ жетімай жүргенде мемлекеттік қызметте. Соны тастап мұғалім болып келіп отыр. Анау Қарқалыға келіп отыр. Омбыны тастап Қарқалыға келе ме қазір? Қазір Астанада қорғалжыңға барасыз ба? Бармайсыз ба? Сол сияқты. Соған барып отыр. Не үшін? Халықтың ішіне келіп соған пайдасы тигізіп отыр. Содан не болды? Ахметтің атын арақтап отырмыз. Алдымен тастамаймыз. Көрдіңіз бе?
үлкен сауап, мына ораза айы ғой, үлкен сауап жинады, үлкен сауап істеді. Үлкен сауап деген тек намаз оқу, садақа беру емес. Ол адамға істеген, ол миллиондаған адамға көзіміз ашқан. Біздің қолымызда қалам ұстады. Бүкіл бір ұлттың қолына қалам ұстатқан Ахмет. Бізге қалам арқылы бізге жазу дәстүрін, ойлау дәстүрін алып келді. Екі қару ұстатты бізге. Ойлау мен жазуды. Ол Абай істеген жоқ, Махамбет істеген жоқ, ешкім істеген жоқ. Оны Ахмет хан. Онда мен санадым, әлемде ондай 30 адам екен. Мен әліпбимен шұғылданып 30 адам екен. Ал әлемде 7018 тіл бар. Сол 30 адам ұлттық әліпби істеген. Орыстың әліпбиі өзінікі емес. Оған болгар мен грек істеп берген. Мефодий мен жаңағы кім еді? Кирилл. Олар орыстар емес олар. Олар дінмен келген. Болгарлар, гректер, түбі грек. Көрдіңіз ба? Орыстың халқында Ахмет жоқ. Ондай халық жоқ. Қара кім жазады? Фамилиясын ұмыттым, Славин. Ахметтің орфографиясы дейді, гениальный. Ахмет Бақуй айтады. По сравнению русская орфография с моей орфографией китайское письмо дейді. Ахметтің сөзі орысша айтты. Сенден жағы китайский. Орыстың әліпбиімен дейді, 2 ай оқытасыңдар дейді. Мен 2 аптада баланы сауаттан шығарамыз. Ахмет гениальный. Одан кім жазды? Атақты Владимир, доктор наук. Математическая формула точности построения алфавита Ахмета Байтұрсынова дейді. Орысша. Мұнай жоқ, мұнай жоқ. Петр заманнан басталған реформа. 1918 жылы орыстар 184 жыл бойы 70-тен астам ғалым істеді. Ахмет 15 жылда біреу істеді. Анау айтады, былтыр алдыңғы шақырды ғана, Ленин кітапханасы ғой бұрынғы. Соның кітапханадан ғалым хатшысы келді, доктор наук Алматыға. Сол айтты. Ахметті түсіндіру мүмкін емес. Можно только догадаться. Его объяснить нельзя. Мына ондай адам емес, супер адам. Ол только догадаться можно. Ахмет түсіндіру мүмкін емес. Андай әліпбимен, міне Қытайдың 2 миллион қазақ әлі қолданып отыр. Көрдіңіз бе? Қандай гениальность. Сол орта алғаны бүгінгі немен педколледж Ахметтің алған білімі. Педколледж ғана жоғары білім жоқ Ахмет. Жоғары білім алмаған адам, ала алмаған адам. Өйткені тәртіп бойынша гимназияны бітірмеген адам ол кезде университет түсіре алмайды. 79 сондай орыстар заң шыққан. Ахмет гимназия бітірмеген. Әлихан бітірген гимназияны, оққа түсті, Ахмет түсе алмады. Ол колледж. Міржақовтың оқуы жоқ, Ахмет Сабырхан 1 жылдық курс қана. 1 жылдық курс. Сонымен Міржақов дулат болды. Көрдіңіз бе? Онда көп, ол неге? Ол ынта, ішкі жүрек. Адам ынтаңызды ашсаңыз, Алла Тағала сізге бәрін береді. Дәулет те береді, байлық та береді, білім де береді, бәрін береді. Сіздің ішіңіз дұрыс болу керек. Сонда сізге береді. Қазақ айтады ғой, адам өз ниетіне пейіліне береді дейді ғой. Сол қазақ біліп айтқан ғой. Сондықтан өздеріңізде болу. Біреудің досқа қуану керек. Біреу жақсы нәрседен қуана білу керек. Көре алмасты, қызғану. Оның бәрі сізді былғай, ол іште микроб ол. Сізді жей береді. Қызғану, көре алмайтын адамдар ауру болады. Өйткені ол шыдай алмайды, біреудің жақсылығын көре алмайды. Қуану керек біреудің жақсылығына. Соған көмектесу керек. Алла сізге еселіп жақсылық береді. Осындай принциппен болу. Рахмет. Көп рахмет. Мыналарыңа аға сізге рахмет, сіздерге көп рахмет. Мен жастар кезінің ойынды ашық бөлісіп жатырмын. Сіздер ойлансын деп жатырмын, балалар. Ойлансын. Өйткені бәріміз бауырымыз, туысқанбыз. Сендер менің қызымсыңдар. Мен сенің ағаларыңмын. Мыналарың ағаларымын. Біреуің қарындасың, біреуің. Сондықтан бәрін солай қарау керек. Жаңа айттым ғой, 20 ғасырдың басында тарихты сезіну болды. Тарихты сезіну болды. Білу емес, сезіну болды. Бізде осындай сезіну керек. Әлемді көріп отырсыз ғой, қалай қиқшиқы болып жатқан. Сондықтан бізде ішкі бірлік сезім күшті болу керек. Ал Алашты білсең, Алашты ғана емес, Махамбетті біл, Бұхар жауды біл, Нұрғиса Тілендиевті біл, Шәмшінің әнтімді, Мұқали Мақатаевты оқы, Қазір Мырзалиевті оқы. Бұл бәрі қазаққа қызмет еткен адамдар. Бұлар әртүрлі өмір сүрді. Бірақ олар бір-ақ мүдде болған қазақ қызметкері. Олар кеңес заманы соғады, бүгін тәуелсіздік заманында біз қызмет етпесек, онда тіпті ұят. Онда біз несін жүрміз ғой? Неге қазақпыз деп ұялмайды айтып жүрміз? Қазақ деген сөз ұялмайды ғой. Мәселе сонда ғой. Айтқым келген соң, уақыттарын алғансам айып етпейді. Ал енді құрметті студенттер, әріптестер, бүгін енді үлкен әңгіме болды. Мен жарқын кәдімгідей ашық. Себебі Ербол Еркінбекұлы өзі болмысынан ұстаз адам. Сол министрлікте чиновник болып жатса да, сол ұстаздық кісінің негізгі болмысы. Мен бұл кісінің кабинетіне барғанда алып толған кітап. Ал чиновниктердің бәрі қағазбен ғана отырады, тек компьютерде. Ол кісі сол өзінің жұмысын да бірге қалып.
сондықтан міне қанша жылдан бері міне араласып келе жатырмыз. Бұл кісі бір бағыттан қайтпау. Сондықтан өзінің білгенін сіздерге жеткізіп, бүгін міне осындай кездесіп отырмыз. Сондықтан Береке, рахмет. Біздің студенттер осы бүгінгі әңгіменің үлкен өздеріне бір ғибрат алды деп ойлаймын. Шын мәнінде алдында айтқан сөздердің барлығы әрқайсыңыздың көңіліңізге қонса, осы жерде отырғанның сіздердің көңілдерінде тоқып, осыдан бір үлкен қорытынды шығарсаңыздар, ол бүгінгі отырысымыздың жай кетпегендігі. Сондықтан әріптестер, сіздерге рахмет. Осындай шәкірттермен бірге, студенттермен бірге болсыздар. Ал енді құрметті студенттер, сіздерге міне бүгінгі Ербол Ергенбекұлының айтқан әңгімесі, лекциясы, бұл енді сіздерде үлкен бір бастама, бастау болады деп ойлаймын. Жақсы сөз, жарым ырыс, әрқашан бұл жерде қалмайды. Әрқайсыңыз көңіліңізге тоқып olsun. Бір көп нәрсені мағлұмат алдыңыздар. Сондықтан Береке өзіңізге де көп жұмыстасыз, табыс тілейміз, жұмысыңыз жемісті болсын. Қазақ тілінің, мемлекеттік тілдің соның бағытындағы жұмысыңыз жемісті болып, біраз істерге мұрындық болдыңыз, орай жалғастыра беріңіз. Ғылым жолындағы осы кәдімгі басқарушылық, осы жолдарда жұмыстарыңыз жемісті болсын, біз кетпеспіз. Рахмет.